ұлт қателігі. Біз неге орысқа бодан болдық? Неге біз басқа ұлттардан кейін қалып қалдық деген сұрақты біз сын ретінде өзімізге қоюымыз керек. Бұны Абай да қойған. Мен ойлаймын, ұлтымыздың ең үлкен қателігі білім, ғылымда кенжелеп қалдық. Мен осы бірнеше жыл бұрын Германияда жүрміз, Мюнхен қаласында. Сол жерде ВМБ автокөлігінің музейіне бардық. Сол кезде 18 ғасырдың аяғында, 19 ғасырдың басында шығарған автокөліктерін көрдік. Мотоциклдерін көрдік. Қандай керемет, дизайнның өзі қандай керемет. Механизм істеу, кәдімгідей менің қиялымда жоқ. Сол ғасырда сондай машина шығарады деп мен ойламаппын. Бірақ сол ғасырдағы қазақ даласында сол кезде өзім елестетіп көрдім. Біз не істеп жүрдік деп. Біздің бай манаттарымыз сол әнші ақын сал-серілерді тыңдап, қазақ үйде ет асып жеп, қымыз сапырып ішіп жатты. Бейбіт заман болмады ма? Қазақ даласында болды. Сол кездерде неге біз ғылымға көңіл бөлмедік? Неге біздің оқымысты балаларымыз тәрбиелеп алға ұмтылмадық? Неге біз ойын сауық салып, той думанның ортасында ғана өттік? Әрине, соғыс кезін мен оны басқаша айтар едім. Соғыс болған жағдайда да біз белгілі бір дарынды балаларымызды соғысқа шығармай, сол бағытта тәрбиелеуіміз керек еді. Біз орысқа бодан болған кезде біз бойымызда күшіміздің жетпегендігінен емес, біз технологиядан ұтылдық. Бойымызда күшіміздің жетпегендігінен емес, біз технологиядан ұтылдық. Олар пушкаменен кіріп келген кезде біз ештеңе істей алған жоқпыз. Тіпті жоңғарлардың өзіне орыс пушка беріп, қолдап отырды. Біз еркімізбен орысқа бодан болған жоқпыз. Біз ғылым білімнен кенжелеп қалғаннан кейін біз соларға бас идік. Әйтпесе орыстар кімдер еді? Орыстар кезінде Алтын Ордаға салық төлеген. Олардың кішігірім князьдары сол князьдыққа шығу үшін біздің хандардың үзеңгісін сүйіп барып, аяғын сүйіп барып таққа отыратын болған. Сондай бір ұлт, біз сондай ұлттан, сондай бір орыс деген халықтан біз қалай ұтылып қалдық? Қалай соларға бодан болдық деген сұрағын іздесек, біздің ұлтымыздың қатесін түсінеміз. Және бұл қателіктен әлі біз айыққан жоқпыз. Әлі той тойлап жүрміз. Әрі өсек пен төсектің әңгімесінен, қысыр әңгімеден, арзан қалжыңнан шыға алмай, әрі дүбәра болып күй кешіп жатырмыз. Әлі несие алып, кредит алып, қарызға белшемізден батып той жасап жатырмыз. Ешқандай қажет жоқ тойларды біз жасап жатырмыз. Ұят болмасын, анадан ұят болмасын, мынадан өзіміздің бір сасық кеудеміз үшін, болмайтын абыройымыз үшін біз сондай қадамдар барып жатырмыз. Кредит алып, той жасап, абырой жинап, бір күн, 1-2 сағат абыройлы боламыз. Одан кейін өмір бақи сол кредит төлемей, ұрысып, қаншама ажырасып кеткен отбасылар бар. Сол үшін асылып қалған адамдар бар. Сондықтан мен ойлаймын, әлі де сол ғылым білімге дұрыс деңгейде көңіл бөле алмай жатырмыз. Сілкінуіміз керек. Ағартушылық бағытта бұл енді әсіресе мемлекет басындағы адамдарға, зиялы қауым өкілдеріне, осы елдің алдында сөз бастап жүрген тұлғаларға, бұл бірінші кезекте, әсіресе имамдарға бірінші кезекте осы халықты ғылым білімге қызықтыруымыз керек, сілкінтуіміз керек. Бұл мынандай бір даңғазалықтың, той думанның бізге қазаққа опа бермейтіндігін түсіндіруіміз керек. Сол кезде ғана мен ойлаймын, алдыға жылжимыз. Бүгін зиялы деп жүрген адамдар осы бағытта көп жұмыс істеу керек деп ойлаймын.